Армысыздар, құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналады. Мүмкін мені сөгесіздер, болмаса ақылдарыңызды айтарсыздар. Бірақ менің бұл басымнан өткен жағдайымды сіздерге айтқым келіп отыр. Бір шетінен ақымақ деулеріңіз де мүмкін, бірақ осы оқиғаны бір шетінен сіздерге сабақ болсын деп айтқым келіп отыр. Бір күні жұмыстан шыққан кезде сол жерде таныс жігіт Илья деген түрік бала маған жүр, екеуміз сейілдеп кафеге барып қайтайық, ол жерде біраз қыз жігіттер күтіп отыр деп қолқа салды. Ильяны мен жақсы танитын болғаннан кейін оған қарсылық білдірмей бірден келісе кеттім, әрі сол кезде өзім де бір жаққа шыққым келіп жүрген еді. Сөйтіп екеуміз қол ұстасып кафеге бардық. Сол жерде мен Руслан есімді бір жігітпен таныстым. Русланмен танысқан кезінде қасында Раушан есімді бір қыз, бұл жігіт тек менікі деген сияқты, жігітке жабысып, одан айырылмай отырған болатын. Ал оң жағымда Абылай есімді тағы бір жігіт отырды. Негізі мені Абылайға теліп қойған екен сыртымнан. Абылай дәл сол кезде өз әйелімен ұрысып, әйелі өзінің бала шағаларын алып кетіп қалған екен. Сөйтіп отбасында кикілжің болып жүрген кез екен. Сөйтсем бұл отырыс осы Абылайдың көңілін көтеру үшін арнайы ұйымдастырылған іс-шара екен. Ал Русланның екі кішкентай қызы бар көрінеді. Ол да отбасылы еркек. Әрі әйелімен ара қатынасы да түсініксіз, ажырасып кетсе де, бірақ балалары үшін бірге тұратын көрінеді. Өзінің айтуы солай. Русланның бойы ұзын, келбетті жігіт. Өзінің жеке құрылыс монтаждайтын жеке бизнесі бар екен. Алматыдағы тұрғын үйлердің аулаларын көріктендірумен айналысады екен. Маған да оның жалғыз бастылығы ұнады. Және нар тұлғалы, өте сымбатты жігіт болғаннан кейін қатты қызықтым. Бірақ арақты суша сіміріп қатты ішеді екен. Русланның арақ ішкенде жанынан өбектеп, суын әперіп, одан қалса аузына закускасын тығып, Раушан оған өбектеп әлек. Ал Русланның бірақ ойы Раушан емес, менде екенін мен де жақсы түсініп қалдым. Онысын маған көзін сүзгеннен ақ білуге болатын еді. Онымен қоймай, маған қайда жұмыс істейсің деп, кіммен қалай тұратынымның бәрін сұрап әлекке түскеннен кейін мен де оның ойын түсіне бастадым. Қасындағы отқан Раушаны, оны не қылайын деп едің деп, маған қарап, менен жөн сұрасқан сайын Русланды қызғанып өліп барады. Осылайша бұл кеш екеуміздің бір-бірімізбен әңгімелесіп, арасында көзіміз түйісіп қалғанымен ғана аяқталды. Содан кейін арада 3-4 күн өтіп кетті. Бір күні Руслан маған хабарласты өзі. Телефонымды әлгі ортақ танысым Илья деген түрік жігітінен алған екен. Ол маған телефон шалып бірден жөн сұрасқаннан кейін кездесейікші деп қолқа салды. Мен де қарсы болмадым. Содан не керек, екеуміз кафеде жолықтық. Өткенде қасында болған Раушан есімді келіншекті, ол менің жан досым ғой, қиын кезде қасымнан табылады деп, оның тақырыбын солай жолы жауып қойды. Бірақ оның өзін жақсы көретінін де жасырмай айтты. Екеуміз барған соң да ол кафеде арақты көп ішті. Содан екеуміз еш нәрсе білдірмей тарқап кеттік. Ертесіне мекенжайын айтып, тағы да хабарласты, мекенжайына шақырды. Маған келші, көмегін қажет деп қоймағаннан кейін айтқан мекенжайына қонақ үйге бардым. Сөйтсем, ол қонақ үйдің шағын бір бөлмесін жалдап алып, сол жерде отыр екен. Үстелдің үсті толған бос шөлмек. Өзі мені қуана қарсы алды. Содан кейін тамаққа тапсырыс беріп отырдық. Руслан әрине мас. Есін бірде біледі, бірде білмейтін жаққа шығып кеткен. Осылай екеуміз төсекке құладық.
Руслан қатты қызу болғаннан кейін ба, мені әбден әуреледі. Мен де біраз уақыт еркек құшағын көрмеген, одан қалыспай, олмас болса, мен сау күйімде екеуміз екі жақтап өз үлесімізді алуға тырысып, біраз уақыт төсек үстінде жанталастық. Руслан маған қатты ұнаған, дене бітімі, бір қарағандағы сырт келбеті өте сұлу жігітпен бұлай төсекте айқасып жату мен үшін бір керемет болды. Осылайша екі-ақ рет көрген жігітке сонша босаңсып, осалдық танытқаныма өзім таң қалдым. Осылайша екеуміз бірде алысып, бір уақытта тамақ ішіп, арасында Руслан арақты судай сіміріп, бір күн қонақ үйде болдық. Ертесіне сол жерде тағы да Руслан мені жібергісі келмей, тағы біраз әурелеп ұстады. Сол кезде арасында әлгі Раушан деген келіншек қайта-қайта ызғандап Русланның мазасын алып жатты. Ал Русланым оған: «Ой, жалғыз жатырмын, дем алып жатырмын, менде нең бар?» деп жауап қайтарып қойды. Мен келерімді келіп алып, жатарымды жатып, білдіргенімді білдіріп алғаннан кейін мынаған түк түсінсем бұйырмасын. Не істеп не қойғанымды білмей қалдым. Бір уақытта Самат атты жігіт ағасы да келді. Раушанның көзінше сені Саматтың қызы деп айтамыз деп маған тағы да өзі ескертіп қойды. Сөйтіп отырған кезде бір уақытта Раушан да келді. Төртеуміз дастархан басында отырмыз. Раушанымыз өткендегі кафеде көргендей Русланның асты үстіне түсіп, қайтадан Русланына жабысып алды. Біреу қоңырау шалса, оның қоңырауын алып, оған жауап беріп, дәл бір Русланның қызы сияқты міндет атқарып жүр. Сөйтіп отырғанда сағат түнгі 2 болды. Бір уақытта мен қой қайтайын деп жан-жағыма қарап сөмкемді іздесем, таппадым. Мен дәретханаға шыққан кезде сөмкемді мас деп отқан Русланым жасырып қойыпты. Қонақ бөлмеде 2 кісілік төсек бар екен. Сол төсекке Руслан мен Раушан жайғасып алыпты. Ал біз Самат екеуміз отырған жердегі диванға сырт киімімізді шешпестен жатып жайғастық. Сөйтіп жатқан кезде Руслан мен Раушан ана бөлмеде жатса да телефонның даусын қатты қойып, неше түрлі жаман видеоларды көре бастады. Дауысы жер жарып жатты. Бір уақыттардан соң төсек жапқыштары қимылдап, енді телефон емес, өздерінің екеуінің дауыстары шыға бастады. Бұл болып жатқан жағдайға куә болған мен жеркеніп, Русланның осындай жеркенішті ісіне жыным келіп, қаным басыма шапты. Екеуі бір сағаттай әуреленіп, зорға дегенде ұйқыға кетті-ау. Солайша бәріміз ұйықтап қаппыз. Таңертең Раушан тұрып жұмысына әзер дегенде кетті-ау. Ал мені Руслан тағы да жібермей өзі ұстап қалды. Қасымдағы Саматым да кетіп қалды. Мен сол кезде Русланға Раушан жайында айтып, ренішімді білдірдім. Сол кезде Руслан айтты: «Мен әр объектіні тапсырған сайын осылай жатып алып, дем алып, апталап ішемін. Осы сырымды білмеймін. Бірақ мен Раушанды сүймеймін. 2 жылдай болды. Ол менің қасымнан кетпейді. Кет десем де кетпейді. Жабысып алған. Менің жыныс мүшемді аймалап, бар білгенін, бар өнерін салады. Менің бар қалауымды орындайтын қыз. Сол үшін мен оған жібермей, осы уақытқа шейін қасымда жүр», деген Руслан бір уақытта бойынан суық тер бұрқ ете қалды. Сөйтіп отырған кезде оны ауырып, жағдайы нашарлап кетті. Мен осы кезде қорқып кетіп, не істерімді білмей қалдым да, әлгі бізді таныстырған Илья деген танысыма хабарласып, Русланның мән-жайын айтып бердім. Илья: «Ол 5 күн бойы тоқтамай ішті, оның жүрегі тоқтап қалған шығар», деді. «Дереу барда арақ сатып әкелде, ішкіз, жедел жәрдем шақырушы болма», деді. Ал мен қазір келемін деп телефоннан айқайлап жатты.
Руслан ауырып, жанталасып, менің сөмкемнің қайда екенін айтуға шамасы келмеді. Бір кезде Руслан селкілдеп, оның жағдайы нашарлай бастады. Осылайша арпалыспен 20 минуттай уақыт өтті. Сөйтіп жатқан кезде әзер дегенде Илья да келді-ау. Русланның түрін көріп, дереу араққа жүгірді. 2 стақан арақты төгіп шашып ішкен Руслан бір уақытта өз-өзіне келе бастады. Негізі Руслан екеуміз танысқан күннен бастап ішкен екен, сол ішкенін 5 күн бойы тоқтатпаған екен. Мұндай сұмдықты көрмеген мен Руслан өліп кете ма деп, өзімде қалшылдап, қатты қорқып қалдым. Адам деген арақты сатып алмай ма екен, өліп кетсе кім кінәлі болады деп Илья маған жолынып жүр. Сен жәлепсің, жәлеп болмасаң осылай жасайсың ба, 1000 теңгеңді аядың ба деп маған дүрсе қоя берді. Маған еш нәрсе түсіндіруге мұрша бермей, осы уақытқа дейін маған көлгірсіп жүрген танысым Илья өзінің осылай бет-пердесін ашып берді. Мен мұндай жағдайды бірінші рет көргеннен кейін бе, әрі мұндай сөздерді бірінші рет естігеннен кейін бе, қатты қапаланып көзіме жас келді. Мені бұл уақытқа дейін ешкім бұлай қорламаған екен. Мен қатты қорландым. Осылайша Русланға деген сезімім құм болып, көңілім түсті. Мен жақсы көрген Руслан Илья аузына келгенін айтып маған ұрысқан кезде үндемей маған қарап отырды. Ал мен болсам, өзімнің қалай киініп, бөлмеден қалай атып шыққанымды білмеймін. Арақтың қоңырсық иісі мен темекінің түтініне уланып, осы бөлмеде 2 күн бойы қалай шықпағаныма өзім таңғалдым. Далаға атып шықсам, даладағы ауасы керемет тап-таза. Жаным жай тапты, бірақ жаңа ғана естіген ауыр сөздер менің жанымды жаншып, жігерімді құм қылды. Осы жағдайдан кейін мен өз-өзіме зорға келдім. Содан кейін Руслан бір күні хабарласып тұр. Бірақ мен бұл жолы Русланға жоқ деп жауап бердім. Ондай араққа байланған жексұрын жетесіз адаммен ендігәрі кездескім келмейтінін білдім. Әрі оның ешқандай болашағы жоқ, мәнсіз тірлік екенін түсіндім. Бұл менің өмірімдегі үлкен бір қателік болды. Әңгіменің соңы. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.